Сәлем достар, бүгін сіздермен ДНК дегеніміз не, оның қызметі, маңызы, құрылымы және неден тұрады деген ақпаратпен бөлісетін боламын. дезоксирибонуклеин қышқылы, қысқаша оны ДНК деп атаймыз. Ол ұрпаққа берілетін генетикалық ақпаратты сақтайды. РНК мен ағуызге қажетті ақпаратты сақтау. Кез келген тірі организмде өсімдіктер, жануарлар, бактериялар, тіпті вирустарға дейін ДНК болады. Ең бастысы адамдарда бар. Сіздің денеңізде ДНК қайда орналасқанын білесіз бе? Сіздің денеңіз миллиардтаған және триллиондаған осындай жасушалардан тұрады, және барлық жасушалардың ядросында ДНК бар. Енді ДНК құрылымына тоқталайық. ДНК молекуласы спиральденген қос тізбектен тұрады. Оның кішкене қарапайым химиялық құрылысын көру үшін спиральді тарқатамыз. Бұл екі спираль фосфор тобы мен қанттың қалдығынан тұратын ұзын шиыршықты молекула. Сондықтан бұл екі спираль тәрізді тізбекті қант фосфатты негіз деп атаймыз. Әрбір тізбек бұл полинуклеотид. Бұл тізбек көптеген нуклеотидтерден құралғанын білдіреді. 4 түрлі нуклеотидті ажыратуға болады. Әр тізбектің соңында 5 штрих және 3 штрих соңдары көрсетілген, және әр 5 штрих 3 штрихқа, 3 штрих соңдары 5 штрихқа қарама-қарсы орналасқан. Оны антипараллельділік деп атаймыз. Әр нуклеотид 3 компоненттен тұрады. Нуклеотид құрамында азотты негіз, 5 көміртекті қант, фосфор қышқылының қалдығы кіретін қосылыс. Азотты негіздер 4 түрлі болады: аденин, гуанин, цитозин және тимин. Аденин әрқашан тиминмен және цитозин гуанинмен байланысады. Әр азотты негіз өзінің қарама-қарсы комплементарлы негізімен бірнеше сутектік байланыс түзеді. Аденин тиминмен 2 сутектік байланыс, гуанин цитозинмен 3 сутектік байланыс арқылы жұптасады. Аденин және гуанин пуриндер деп аталады, 2 сақинасы болуына байланысты. Тимин және цитозин пиримидиндер, оларда бір ғана сақина болады.